Бұрын бетейік бәріміз осы тұрған бойда шеңбер құрасылайықшы, қолымыз ұстамай. Бүгінгі сабаққа бізге қонақтар қатысады, сондықтан ерекше сабақ болғандықтан жақсы көңіл күймен бастайық. Ол үшін бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтып, жылдан бір ауыз сөзбен ғана отырайық. Ернұр бастайық. Бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Тамаша, ары қарай кеттік. Біржан бүгінгі сабағына 5 ал. Ой, тамаша. Ақтоты бүгінгі сабағында белсенді қатыс. Өте жақсы, ары қарай. Данияр бүгінгі жақсы баға алуға тілектеспін. Өте жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар балалар. Тамаша. Біз алдыңғы сабақта, алдыңғы білімде қандай тақырып өттік, үйге оқулықтар тоқтағанда. Тамаша. Наймандар, керейіттер және жалайырлар тақырыбы. Оқып келдік па? Қайталдық па? 2 минут қайталауға уақыт берейік, одан кейін топтық жұмыс жасайық. Яғни наймандар, керейіттер, жалайырлар туралы не білеміз? Өзіміз білеміз, қалай құрастырамыз, қалай жасаймыз? Бұл топтық жұмыс, сондықтан барлығын бірге орындаңдар, бәріміз бір-бірімізбен ақылдаса отырып орындаймыз. Қазір топпен ақылдасаңдар, мен наймандарды, мен керейттерді, мен немесе жалайырлардың жұмысын жасай берем деген сияқты. Ақылдасын бастай берейік. Жылдамдықтай болмасын балалар. Жалайырлар, сендер керейттер жасай беріңдер. Содан кейін бір-біріңе парақтарды ауыстырыңдар. Кім не біледі, соны жазып түсіреміз ішіне. Түсінікті ма? Надо келейін бірінен алдырайық. Жылдамдатып жұмыс жасайық, балалар. Тоғызыншы ғасырдың ортасында құрылған. Тамаша. Олар 11-12 ғасырлар аралығында 10 мықты тайпа болып біріккен. Және 11 ғасырдың соңында олар моңғолдарға бағынды. Және олар қытайлықтармен қақтығыста өмір сүрді. Жақсы, тамаша. Тағы да дұрыс па балалар? Сынап отырғанда бармыз? Біздің жазғанымыз бар ма ішінде? Жақсы. Келесі наймандар, Данияр. Наймандар, олар да 9 ғасырдың ортасында құрылған. Наймандарды хандар басқарған. Наймандар түркі тілдерде сөйлеген. Наймандар моңғолдармен одақтас болған. Тамаша, жарайсың. Керейттер келесі Ернұр, біз не жаздық керейттерге? Тыңдайықшы. Керейттер түркі тілдес және моңғолдармен рулар болған. Және де моңғолдармен қыз алысқан. Және де моңғолдармен құда болған. Және де 10 ғасырда пайда болған. Өмір сүрді, тамаша. Моңғолдармен болған. Және де моңғолдармен әскер алмасқан. Жолға шығар кезде олар бір-бірімен әскер алмасты. Тамаша, жақсы, жарайсыңдар. Енді Ефрит жолы жаңа сөздерімен танысатын боламыз. Енді сендер қазір оқулықты ашасыңдардағыны, Ұлы Жібек жолы халықаралық қатынастардағы орны тақырыбы бар, қараймыз. Екінші, сол тақырып бойынша бірнеше тапсырмалар берілген. Қазір осы тапсырмаларды орындаймыз. Мен сендерге ортақ топқа жаңа тапсырма бойынша видеоролик түсіндіру жұмыстарын жүргіземін. Сол бейнероликпен танысайық балалар, бейнероликті көрейік, сосын кейін оқытпен жұмыс жасаймыз. Экрандағы не, дауысы жоқ, немен қараймыз. Ноутбукпен. Ұлы Жібек жолының пайда болу тарихы. Ұлы Жібек жолы Қытай мен Еуропа елдерінің арасын байланыстырған сауда жолы. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың ортасында дала жолы іске қосылды. Осы дала жолы Ұлы Жібек жолы деп атауды 1877 жылы белгілі неміс географы Фердинанд фон Рихтхофен ұсынды. Бұл атау Қытайда шығарылатын жібек матасына байланысты шыққан. Ұлы Жібек жолы бүкіл адам ағзасын қоректендіру
Қытайда өзеннің бойынан бастап алады дейді. Қуанты өзен бойынан бастап алады екен, е? Тағы да қандай ақпарат естідік? Иә, ұзындығы 7 километрден асады дедік. Тағы? Және де ол жол арасында жолбарыс, көптеген мықты аңшылар, және де аңдар, иә, құстар, әкелінгендегі Орта Азия мемлекеттері тұрып қалғанға байланысты болды, иә, Айгүл? Және де андай өсімдіктердің түрлі нелер сатылған. Иә, одан кейін ол Еуропа мен Азияның жолдарын біріктірген. Ұлы Жібек жолдарында көптеген жасалған бұйымдар табылған. Өте жақсы, тамаша. Енді қарайықшы, Ұлы Жібек жолы дейді. Бізде Қазақстан арқылы өтетін тармақтары ол солтүстік және де оңтүстік екі бағыт арқылы өткен екен, е? Солтүстік бағыт ол оңтүстік Қазақстан мен Жетісу аймағынан өтетін болса, оның оңтүстік бағыты Самарқанд пен Ферғана арқылы өткен. Енді сендерге қазір қосымша бірнеше мәлімет бердім. Жылдан көз жүгіртіп қарап шығайықшы, содан кейін тапсырма орындаймыз. Бұл жерде қандай ақпараттар берілген екен? Қытайда өзеннің бойынан бастап алады дейді. Қуанты өзен бойынан бастап алады екен, е? Тағы да қандай ақпарат естідік? Иә, ұзындығы 7 километрден асады дедік. Тағы? Және де ол жол арасында жолбарыс, көптеген мықты аңшылар, және де аңдар, иә, құстар, әкелінгендегі Орта Азия мемлекеттері тұрып қалғанға байланысты болды, иә, Айгүл? Және де андай өсімдіктердің түрлі нелер сатылған. Иә, одан кейін ол Еуропа мен Азияның жолдарын біріктірген. Ұлы Жібек жолдарында көптеген жасалған бұйымдар табылған. Өте жақсы, тамаша. Енді қарайықшы, Ұлы Жібек жолы дейді. Бізде Қазақстан арқылы өтетін тармақтары ол солтүстік және де оңтүстік екі бағыт арқылы өткен екен, е? Солтүстік бағыт ол оңтүстік Қазақстан мен Жетісу аймағынан өтетін болса, оның оңтүстік бағыты Самарқанд пен Ферғана арқылы өткен. Енді сендерге қазір қосымша бірнеше мәлімет бердім. Жылдан көз жүгіртіп қарап шығайықшы, содан кейін тапсырма орындаймыз. Бұл жерде қандай ақпараттар берілген екен жібереді. Жаңа айтып өтті, елші неше жылдан кейін оралды дейді? 13 жылдан кейін елші қайта оралған екен, е? Чжанцзян бұл елшілікке біздің заманында бұрынғы 139 жылы шыққан. Енді Қытайда Батыс Азия тауарларынан қымбат тастар, исмайлар, әйнектен жасалған бұйымдар тасымалданған. Бұл негізгі жолдар тұс-тұстан келген көптеген керуен жолдары бар екенін көрсетеді. Келесі, мына жерде ақпаратты көз жүгіртіп өзіміз оқимыз. Енді балалар, бізде осы Ұлы Жібек жолының бойындағы қазір ғана біздің айтып өткен сауда керуендері тоқтап не істеді дейді? Сауда жасады. Яғни бұл керуендер сол кездегі осы шөлге шыдамды, ауыр жүкті көтеруге төзімді 4 түлік малдың бірі түйемен керуенге шыққан екен. Міне, сол кездегі Ұлы Жібек жолы бойындағы сауда базарларының қызып тұрған жұмысы, қарап тұрсақ, жаңа ғана бізге айтқан көрші елдерден, сонау батыстан, шығыстан әкелінген түрлі тауарлар осы базарларда сатылды. Ары қарай кеттік, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Енді қарайық екі тапсырма. Тарихи мәліметтерді берілген сауда жолдарымен сәйкестендір. Ұлы Жібек жолы, Лазурит, Нефрит жол және Дала жолы жаңа оқыдық па? Мен бір абзацты оқыттым ғой сендерге? Оқыдыңдар ма? Енді мына артындағы 4 ақпаратты осыған сәйкестендіруіміз керек. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта далалық аймақтарды қалалық елді мекендермен байланыстырды. Ұлы Жібек жолы ма? Жақсы. Екінші, Яркент, Жаркент және Сырдарияның жоғарғы ағысында кен орны ашылуына байланысты жаңа жол тармақтары пайда болды. Бұл қайсыныкі? Нефрит жолы ма? Жоқ. Лазурит жолы ма әлде? Оқулыққа қараңдаршы, оқулықта бар ғой, жаңағы мен оқытқан абзацта бар ғой. Нефрит. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі, Бадахшан тауынан Парсы, Месопотамия, Мысыр мен Сирия елдеріне кейіннен
Қытайға дейін жеткізілді. Бұл қай жол арқылы? Лазурит жол, нефрит жол таңдап қойдық қой. Енді Қытайдың Шаньян қаласына батыстағы Римге дейін жетті, ол дала жолы ма? Осы жерде қателескен жоқпыз ба? Қараңдар енді, ауыстыратын болса ауыстыруға болады. Өзгертпейміз ба? Жауаптарымыз дұрыс дейсіңдер ма? Дұрыс десеңдер, мен онда болды ғой. Дұрыс жауапты. Тараз, тағы қандай қалалар бар? Жетісу, Отырар, тамаша. Біржан тағы қандай қалалар бар? Жаркент бар, өте жақсы. Жаркент, Жаңакент деп аталып сол кезде, тамаша. Сосын қазіргі Түркістан облысындағы, Түркістан аймағындағы қалалар қандай қалалар? Отырар, сол кездегі Испиджаб қаласы, Сауран, осы қалалар. Міне Қазақстандағы сілемдеп жаздық. Енді Ұлы Жібек жолы қазақ жеріндегі саясатқа ықпал дегенге жазайықшы. Саясат дегеніміз көрші елдермен байланыс. Сол туралы не жазасыңдар? Не айтар едіңдер? Олар Қазақстанға Қытай құтына келді. Қала мәдениеті бір-бірімен байланысты. Ауылдық жердегілер өздерінің төрттілік малдарын апарып сататын болса, қалаға барып олар барып не істеді? Өздеріне қажет тауарларды алды. Енді осы жерде мынандай сұрақ бар балалар. Сол кезде сауда базарларда ақшаның орнында ең бірінші не жүрді? Жібек матасы жүрді. Өте тамаша жібек маталар жүрді. Кейіннен бар күміс теңгелер пайда бола бастаған екен. Уақытта табыс әкелді. Мұндай байлық сауда керуені жолында көптеген қалалардың гүлденуіне себеп болды. Енді бүгінгі сабақ бойынша сендерге мынадай 4 тест тапсырмасы көрсетейін. Тестті орындайықшы. Бірінші тест бар, бұл бірінші тест. Қытайдың хан әулеті тапсырыспен батыс елдеріне саяхат қашан басталды? Бірінші мыңжылдықтың орта шенінде пайда болған далалық аймақтарда қалалық елді мекендер байланыстырған жол туралы. Дала жолы ма? Жақсы. Жауаптар тексереміз. Дала жолы дұрыс, Чжанцзян дұрыс. Қытайдың хан әулетінен шыққан батыс еліне саяхатшысы біздің заман скрипторымыз. Енді қарай, Қытайдың императоры Уди қай жылы батыс елдеріне елшілік жіберді? 338 Біздің заманға дейін 138 жылы. Өте тамаша. Византия шеберлері жасаған бұйымдар қайдан табылды? Өте жақсы, Тараздан табылды. Түрік қағанаты мен Византия мемлекеті арасында дипломатиялық қатынас қай жылы болды? 538 жылы. Қытайдың әдемі фарфордан жасалған ыдыстары Қазақстанның қай жерлерінен тапты? Тамаша, Талғар, Испиджаб, Отырар аймақтарынан таптық. Келесі, қазір ғана біздің айтып өткен тесттің екінші бөліміне келдік. Жібек жолы қай ғасырдан бастап пайда болды? Екінші ғасырдан. Біздің заманымызда болған екінші ғасыр, өте дұрыс. Фердинанд фон Рихтхофен жібек жолы атын ұсынған жыл қай жылы? 1877. Жарайсың Біржан, 1877 жылы. Қытайдың императоры Уди батыс елдеріне жіберген елші қанша жылдан кейін? 13 жылдан кейін. Жібек саудасы Қытай мемлекетімен бәсекеге түскен ел? Өте жақсы, тамаша. Жарайсыңдар, соғды елі болды.